бұл шариатқа түкке сай келмейді. Екіншісі, ұрғашылар мен еркектер бүйтіп бірге отырулар болмайды шариатта. Кейінгі тойларда тамада інім саған Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ассалату вассаламу ала расулиллах. Amma ba'd. Unutmaslarma, unutmayıslarma. Biz Müslümanız. Müslüman болғаннан кейін бізге шариаттың үкімі болады. Яғни Аллахтың үкімі. Менің халал, менің харам екенін бас етіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып кеткен. Енді Аллаға шүкір дейміз, арақ деген бәледен құтылдық осы тойларда. Бірақ тағы бір екі нәрсе бар, құрметті тамада. Біреуі мына музыка деген бәледен құтылуымыз керек. Бұл шариатқа түкке сай келмейді. Екіншісі, ұрғашылар мен еркектер бүйтіп бірге отырулар болмайды шариатта. Кейінгі тойларда тамада інім саған құлағына алтын сырға. Себебі біз бәрібір Алланың алдына барамыз да жауап береміз. Біз енді үлкен болып қалдық, соны айтып өтуіміз керек. Мына әншілер қапа болмасын маған, жаңағы Роза деген ба қарындасымыз келіп жатыр ма енді. Олар да енді солды той өткізсе, олар да сәл төмен түсіп қалады да, жұлдыз болмай жерге түседі. Потому что шариатта оларды менің ақал ақшысы деп айтады да, азаншысы деп шайтанның. Сондықтан оның үшін қаламайды ғой шайтанның азаншысы. Енді бірақ менің осы тілегім осындай. Жалпы бақытты болсын дейміз. Бақыт деген бірақ нәрсе. Мен көп сөйлеп қойсам, сенен кешірім сұраймын. Менен емес, көке Алладан кешірім сұраңыз, жаным сол. Рахмет. Бұл деген бәледен құтылуымыз керек. Бұл шариатқа түкке сай келмейді. Екіншісі, ұрғашылар мен еркектер бүйтіп бірге отырулар болмайды шариатта. Кейінгі тойларда тамада інім саған құлағына алтын сырға. Себебі біз бәрібір Алланың алдына барамыз да жауап береміз. Біз енді үлкен болып қалдық, соны айтып өтуіміз керек. Мына әншілер мына кісі молодец, в общем. Картоп жарды тойдың қақ ортасында тұрып, еркектер мен ұрғашылар бір жерде отырмау керек дейді. Ол жақсы енді. Оны халық жұтып қойды енді. Малға теңеп жатыр. Ол ештеңе етпейді, ладно. Мен таңым бар да мына әншілерге. Бір әнші ләм деген жоқ, кешеден бәрі шулап жатыр. Жаңағыдай әншілер шайтанның азаншысы деп жатыр ана жерде, естідіңдер ме? Сосын шариат заңдарына түкте сай келмейді дейтін. Осы екі жер маған біртүрлі кәдімгі жаман қатты дейді, шыны керек. Мемлекетте шариат орнатқысы келеді. Заңдарына сай келмейді дейді. Бәріміз жаңағы адамның ойындай ойлауымыз керек. Бәрімізге пихать етіп жатыр өзінің радикальный жаңағы ойларын. Екіншіден, жаңағыдай әншілердің маған бәше бей жай, бей қам сондай тек пайдасын көрсе болды. Оларға не айтылып жатыр, не қойылып жатыр, бір намысы бар әншілер жоқ екен. Бір әу дейтін бір әншейінде ән айтқанда керім, бірақ бір соған бір тойтарыс беріп айтатын да адам жоқ екен, өздерінің ойын. Арсыздар екен көбісі. Айтқан адамдар әңгіме жоқ, мойындар едім мен. Ай шіркін. Оның үстіне Карин мырза керемет. Мен айтпаймын, Каринді жақсы көрем, молданы жек көрем деп айтпаймын мұна. Бірақ белгілі бір тұста осы позициясы Ерлан Кариннің маған конкретно ұнайды. Дұрыс айтуы. Ондай беделді тұлғалар тоқтау қоймаса, беделді қоғам қайраткерлері бұндай адамдарға тоқтау қоймаса, бұлар дәлше қуа береді. Сосын енді мен әуелден қарсымын, өзіміз сияқты кедей адамдардың той жасағанына. Байлар жасасын, жай орта деңгейдегі, төмен деңгейдегі халықтар қаржылай. Той керек емес деп ойлаймын. Кішкене қысқарту керек. Адам кішкене көрпесіне қарай көсіліп, кішкене жайлап, кішкене тыю керек. Мен өзім енді мүлдем бармайды емеспіз, барып жатырмыз, тойды көріп жатырмыз, бірақ соны азайтуға мен өзім атсалысып жүрген адаммын.
ойымыз менімен бірдейлерсіздер. Келіңіздер, әншілерге жіберіп қойыңыздар мынаны. Жетісайда тойда сақалы бар, бірақ мұрты жоқ, өз бетінше пәтуа шығарғанын барлығымыз білеміз. Енді бұны 174-ші баппен саралау керек деп есептеймін. Істі қозғалды деп жатыр, бірақ андай ресми ақпарат жоқ қай бап бойынша қозғалғаны. Бұл жақта әлеуметтік алауыздықты қоздыртты және діни. Яғни бұл кісіде состав бар уже. Енді қараңыздар, бұл бапта 2000 МРП-дан 7000 МРП-ға дейін штраф, немесе 2 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан шектеу, немесе айыру қарастырылған. Сәйкесінше енді құқықтық бағалар берілетін болса, тергеу әрекеттері жүргізілетін болса, бұл кісіні кәдімгідей жауапкершілікке тартатын болады. Діни жағынан Қазақстан Республикасының діни басқармасы бар. Пәтуаны солар ғана шығарады. Нені харам емес екенін солар ғана айтатын болады. Енді мына жақта бұл кісі әйелдерді ұрғашы деп кемсіткені ол бөлек. Ұрғашы деп малдарды айтады. Енді ана әншілерді кемсіткені жаңағы шайтанның азаншысы деп бір кемсітті. Одан бөлек Роза Әлқожа деп личностьқа кетті. Сол кісі арызданатын болса, ол унижение чести достоинства болып есептелінеді. Қорлау бабы бар қылмыстық кодексте. Сәйкесінше бұл кісі қазір енді қылмыстық жауапкершілікке кәдімгідей тартылайын деп тұр. Енді бұл кісі тойды аспен шатастырып алған сияқты. Аста әңгіме жоқ. Біреудің 40-ы беріліп жатса, 7-сі беріліп жатса, жылдығы әйелдердің орамал тағып бөлек отырады. Және мен өзім жеке пікірім, бұл кісіні қылмыстық жауапкершілікке тарту керек. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Құрметті қазақ елі, мынау әлеуметтік желіде қазір атамыз хит болып жатыр ғой, Жетісайда тойда тілек білдірген атамыз әлеуметтік желінің жарып жатыр қазір. Құрметті мұсылман бауырлар, мына нәрсені естен шығармайықшы. Қазақта бірдің кесір мыңға тиеді деген бар да. Бір құмалақ бір қармай шетеді деген сөз бар да. Бір адамның кесірінен күллі дінге, күллі мұсылмандарға жаман сөз келіп жатыр да. Сіз егерде діни бір өкілеттілігіңіз болмаса, лауазымыңыз болмаса, біліктілігіңіз болмаса, немесе сол саланың сарапшысы болмасаңыз, діни мәселені қозғап не керегі бар сізге? Ондай жерлерде көпшіліктің көзінше айтып, немесе біреуге өзіңіздің ұстанымыңызды тықпалап, насихаттаудың не керегі бар оның? Егер маман болмасаңыз. Сол нәрседен бір нәрсе өзгереді ма, мысалы? Сіз айттыңызда бір нәрсе өзгереді ма, мысалы? Тойда не істеген? Тілек білдірген. Тілектен тілегіңді айтты, кішкене кету керек та. Ана жерге шариғи үкімдерді айтып. Шариғи үкімге жауапты Қазақстан мұсылман діни басқармасы бар. Немесе Қазақстан мұсылман діни басқармасының ұстаздары бар, біліктілігі бар адамдар бар. Ол кісілер аттестаттан өткен, қай жерде нені сөйлеу керек екендігін біледі. Резонанс тудыратын мәселелер қайсы емес екен. В МВД Казахстана завели уголовное дело из-за скандального тоста на свадьбе в Туркестанской области. В речи 66-летнего местного жителя правоохранители нашли признаки разжигания религиозной и социальной розни. Любые публичные призывы, направленные на унижение достоинства человека, дискриминацию по религиозным, социальным или иным признакам, а также действия, способные нарушить общественное согласие, являются недопустимыми, напомнили в ведомстве. Напомню, ранее в сети появилась видеозапись стоя, где родственник невесты призвал не только отказаться от алкоголя на торжествах, но и полностью запретить музыку на праздниках, так как певцы и артисты — это услуги шайтана. Также пожилой гость заявил, что мужчин и женщин следует рассаживать отдельно. Об этом пишет Тенгри Ньюс. Хадисте аль-хикмату даллатул муъмин, даналық мүміннің, мұсылманның жоғалтқан қазынасы деп келеді. Даналық дегенде, даналық әрбір сөзің, ісің заманына, қоғамына, ортасына қарай айтылу керек, жасалу керек. Сіз тойда пәтуа берудің мінберіне айналдыра алмайсыз. Тойда өзінің мақамы бар. Ол жерде қуаныш, құттықтаулар болады. Яғни әр сөзің хақ болу керек, және әрбір хақты әр жерде айтуға хақың жоқ. Дініміз оны үйретеді. Алла тағала Құранда бұйырады: «Уду иля сабили роббика бил хикма». Раббыңның жолына даналықпен шақыр дейді. Яғни даналық әр сөзің, ісің лайықты орнымен, уақытына, қоғамына, ортасына қарай болу керек. Қас салам деп көз шығарып алмаңыз. Өте маңызды нәрсе, ғалымдар пікір таластырған, яғни бір ауыздан келіспеген, пікір қайшылығы бар мәселені айтуға болады, бірақ міндеттей алмайсыз. Қарсы тарапты жоққа шығара алмайсыз. Олай болмайды. Осыны ескеруіміз керек. Және біз ақиқатты айтуымыз керек. Ол ақиқатты айту міндет, оны дұрыс айту, оны өзінің жөнімен айту сүннет. Пайғамбарымыз солай жұмыс жасады, солай дінді насихаттады. Ауырлатпаңдар, жеңілдетіңдер деуінің астарында да үлкен мән жатыр. Сондықтан, құрметті бауырлар, дінді
өзінің маманы сөйлеу керек. Пайғамбарымыз сол үшін де бізге ескертті. Сондай уақыт келеді, алдамшы заман келеді. Маманы болмағандар, білімі болмағандар, лайықты болмағандар сөз айтатын дейді. Оны руайбида дейді. Сондықтан әр істі өзінің маманына тапсырайық, және әрбір сөзіміз өзінің лайықты орнымен болсын, және пікір қайшылығы бар мәселелерде кесімді үкім айтудан сақ болайық. Уа халқым, қазақтың тойында бата беріп, тілек айтудың орнына мына сақалды шалдың айтқан сөзін естіп жатқан боларсыздар, я? Тойда уағызын айтқан өзінің, шариғатта ұрғашы мен еркектер бірге отырмасын деп. Сонда қазақтың қыздарын, қазақтың әйелдерін, қазақтың аналарын ұрғашыға теңеп тұрған қайсасқаны бұл шалдың. Еш уақытта адамда ұрғашы болмайды, малда болады. Сонда қазақтың қыздарын малға теңегені ме? Бұл араб құлдардан не сөз шықпайды десеңізші. Егер Қазақстан мемлекеті, яғни зайырлы мемлекет, бұндай 5-6 сақалы бар теке араб құлдарға ұнамаса, ислам мемлекетіне кетуін сұраймын. Және де осы шалға, осы сөз үшін бүткіл Қазақстандағы қазақтың қыздарының ар намысын таптаған үшін, ұрғашыға теңеген үшін тез арада шара қолдануын сұраймын.